көжегім. Қожанасырдың олжасы. Бір күні Қожанасыр келе жатса, жолда тауықтың жұмыртқасы жатыр екен. Олжалы болғанына қуанып, жұмыртқаны қолына алды да отыра кетіп қиялдай бастайды. Бүгін жолым болатын күн екен. Мынаны үйге апарып, суға пісіріп, жоқ, жемеймін, одан да балапан бастырып шығарайын. Сол балапанды қораз болғанша өсірейін. Қоразды асып жесем бір тоймаймын ба? Бұл бұрқыраған қораз еті елестеп, ернін бір жалап қояды. Іле-шала әлгі ойынан қайтып, жоқ, жұдырықтай қораз жұмырыма жоқ болмас, одан да оны бір семіз қазға айырбастайын. Қалай дегенмен қаз үлкенірек құс қой. Бір-екі рет тойып жеуге жарайды. Шынымды айтсам, қазды амалда бір көтерем қозыға айырбастасам жаман болмас еді. Көтерем қозыны күзге дейін семіртіп, тоқты болғанда сойса, семіз тоқтының етін былқытып басса, деп тамсанады. Ақыр соятын болған соң, көтерем қозымен сонша әуре болып керегіне? Әрі обал, одан да оны бірден қошқарға айырбастайын. Әрине, менің тенемдей қозыма кім қошқарын айырбастай қояр дейсің? Мен оларға қозының ертең-ақ саулық болып, жылына төл беретінін айтсам. Қошқардың аты қошқар, өсім жоқ. Сөйдесем кез келгені бойдағын қозыма бермей ме? Өй, сонда бір қуырдаққа тойсам, деп тағы бір қояды. Қазанда шұрқылдап қуырдақ қуырылып жатқанда Қожанасыр, сонда қошқардың қалған етін қалай қылмақпын? Мына шыжып тұрған күнде қолма-қол сасып кетпей ме? Жоқ, мен одан да қошқарды бір сіңірі қиылып тұрған жаман атқа айырбастайын. Кәрі болсын, көтерем болсын, бәрібір. Әйтеуір ат деген аты бар ғой. Қашанғы жаяу жалпы тентіре берем, деп тіпті ашулана бастайды. Қожанасыр қиялмен қойын атқа айырбастап болып, екі қолын жайып жіберіп, сосыншама рахымы түскен Құдай тағалаға жалбарына бастайды. Уа жаратушы бір Алла, түкке тұрмайтын тауық жұмыртқасына кездестіріп, соны құдіретімен бәйге атқа айналдырғанына мұнда бір рахмет, дейді бар даусымен. Содан қолын көкке соза бергенде жұмыртқа жерге түсіп кетіп, жарылып та қалады. Қожанасыр қиялына қанат бітірген олжасының неге айналғанын көргенде іші удай ашиды. Содан амалы таусылып, желкесін қасып, сол тұрады да жөніне кете барады.